Бірінші хадис. Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, айтады: мен Алла елшісінің келесідей айтқанын естідім. Сөзсіз амалдар ниетке байланысты есептеледі. Әрбір пендеге ниет еткен нәрсесі ғана беріледі. Сондықтан кімнің хижрасы, қоныс аударуы Алла және оның елшісі үшін болса, оның хижрасы Алла және оның елшісіне үшін болмақ. Ал кімнің хижрасы дүниеге, саудаға, байлыққа жету немесе бір әйелге үйлену үшін болса, оның хижрасы сол ниетке еткен нәрсесі үшін болған екен. Бірінші хадис. Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, айтады: күндердің бір күнде Алла елшісі қасында отырған кезде бізге киімі тым аппақ әрі шашы тым қап-қара сипаттағы бір кісі кіріп келді. Сондай-ақ ол кісіден сапардың белгілері білінбеді, әрі оны біздің арамызда ешкім танымайтын еді. Осылайша пайғамбарымыздың алдына келіп отырып, тізесін оның тізесіне тигізеді де екі қолын өзінің санына қойды. Содан кейін: ей Мұхаммед, маған ислам жайында хабар бер, дейді. Сонда Аллахтың елшісі: ислам дегеніміз ла илаха иллаллах Мұхаммаду расулаллах, Алладан басқа өзге құлшылық етілуге лайықты ешкім жоқ, ақылы ешбір тәңір жоқ, әрі Мұхаммед оның елшісі деп куәлік беруін, 5 уақыт намаз да тұруын, оқуын, зекет беруін, Рамазан айында оразасын ұстауын және шаман келсе үйге, Меккеге, Әл-Харам мешітіне барып қажылық жасауын деп жауап береді. Сол кездегі әлгі кісі: рас айттың, деп оны растайды. Омар айтады: ол кісі оған өзі сұрақ қойып, содан кейін оны өзі растағанына таң қалдық. Содан кейін әлгі кісі пайғамбарымызға: маған иман жайында хабар бер, дейді. Сол кезде Аллахтың елшісі: иман дегеніміз Аллахқа, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне және қиямет күні мен тағдырдың жақсылығы мен жамандығына иман келтіруің, деді. Сосын әлгі кісі пайғамбарымызға: маған ихсан жайында хабар бер, дейді. Сол кезде Аллахтың елшісі: ихсан дегеніміз Аллахтың көріп тұрғанындай оған құлшылық етуің, не болмаса ол сені көріп тұрғанын сезінген жағдайда құлшылық етуің, дейді. Содан кейін әлгі кісі пайғамбарымызға: маған сағат қиямет күні қашан болатыны жайында хабар бер, дейді. Сонда Аллахтың елшісі: қияметтің қашан болатыны жайында сұрап жатқан адамнан артық білмейді, дейді. Сосын әлгі кісі пайғамбарымызға: ендеше маған қияметтің белгілері жайында хабар бер, дейді. Сол кезде Аллахтың елшісі: бір күн әйел өзінің қожайынын туатын болады. Сондай-ақ жалаңаяқ қой бағатын кедейлердің биік ғимараттар салып жарысқандарын көретін боласың, деп жауап қатады. Омар айтады: содан кейін әлгі кісі кете жөнеледі. Ал мен болсам әр бір сәт уақыт қалып сонда маған пайғамбарымыз: ей Омар, сұраушының кім екенін білесің бе, деді. Мен Аллах пен оның елшісін жақсырақ біледі, деп жауап бердім. Сол кезде пайғамбарымыз жасында әлгі сұраушы: Жәбірейіл, ол сендерге діндердің үйрету үшін келген болатын, деді. Үшінші хадис. Абдуллах ибн Омардан, Алла әкесі екеуіне разы болсын, жеткен хадисте Аллахтың елшісі былай деген айтады: ислам діні ла илаха иллаллах Мұхаммад расулаллах, Аллахтың өзге құлшылық етуге лайықты ешбір тәңір жоқ, әрі Мұхаммед Аллахтың елшісі деп куәлік етудің, намаз оқудың, зекет берудің, қажылық жасаудың және Рамазанда ораза ұстаудың үстінде құралған. Төртінші хадис. Абдуллах ибн Масғуд, Алла оған разы болсын, айтады: бізге шыншылдағы хабары расталған Аллахтың елшісі мына хадисті айтып берді: расында сендердің әрбіріңнің жаратылыстарының 40 күн бойы аналарының құрсағында ұрық түрінде, сосын сонша уақыт ұйыған қан түрінде, сосын
сонша уақыт кішкентай бір тістем ет түрінде болып та қалыптасады. Содан кейін әлгі нәрестеге рух өрлейтін бір періште жіберіледі де ол 4 нәрсені жазуға бұйырылады. Сөйтіп ол оның ризық несібесін, қанша жыл өмір сүретінін, оның амалдарын және оның бақытты немесе бақытсыз болатынын жазады. Одан басқа ешбір тәңір болмаған Аллахқа ант етейін. Шынында сендердің біреулерінің жәннатқа кіруге бір ғана шынтақ ғашықтық жақындап қалғанға дейін жәннаттықтардың амалдарын істейді. Сосын маңдайында жазылған тағдыр оны озып түседі. Сөйтіп ол тозақтықтарға тән істерді істеп тозаққа кіреді. Сондай-ақ ақиқатында сендердің біреулерің тозаққа кіруге бір ғана шынтақ ғашықтыққа жақындап қалғанға дейін тозақтықтардың амалдарын істейді де маңдайында жазылған тағдырды оны озатын болады. Сөйтіп ол жәннаттықтарына тән амалдарды істеп жәннатқа кіреді. 5-ші хадис. Айша анамыздың Алла оған разы болсын жеткен хадисте Аллахтың елшісі былай дегенін айтқан: кім біздің ісімізде, шариғатымызда жоқ нәрсені ойлап шығаратын болса, ол нәрсе одан қабыл етілмейді, оған кері қайтарылады. Басқа бір риуаятта, кім біздің дінімізде жоқ амалды істейтін болса, ол амал одан қабыл етілмейді, оның өзіне кері қайтарылады деген.